Мүминнің күллі жасап атқан амалы өзі үшін деп айтады Алла Тағала. Тек оразаны айтпағанда. Бұлай қарасаңыз енді күллі амал барлығы өзіміз үшін. Ертеңгі күні Алланың алдында тозақтан құтылып жәннатқа қарай қол жеткізіп, Алланың рахымына қарай қол жеткізіп, қияметтегі бір абырой беделге қол жеткізу үшін жасалып атқан нәрсе болғаннан кейін күллі жасап атқан нәрсеміз өзі үшін. Алайда Алла Тағала соның ішінде айтады, күллі салиқалы амалдары адамның өзі үшін, тек ораза мен үшін дейді. Сосын түсіндіреді, мен үшін дегені бұл қалай деген кезде, оның сауабын өзім жазамын дейді. Күллі салиқалы амалдардың сауабын періштелер жасады. Мысалы, бір намазға Алла қабыл етсе, 10 намаз оқылды деп жазылады. Күнделікті 5 уақыт намазыңызға 50 намаз оқыды деп жазылады өзі. Күнделікті осылай, уәдесі осылай Алла Тағаланың. Періштелер жазып жатыр. Оразаны сауабын өзім жазамын дейді. Қараңыз, қандай күш беріп жатыр бізге. Бұл оразаның сауабы сонда қандай екен, қандай қылып жазады екен деп білгіміз келсе, оразаны бағана айттық қой біз. Таңертеңнен кешке дейін сабыр. Және ол 30 күн. Сонда сабыр деген нәрсені Алла Тағала Құранда айтады да, иннама юаффас собируна ажрахум биғойри хисаб. Расымен де сабырлыларға олардың сауаптары есепсіз жазылады дейді. Сен де ойлаңыз. Алла қалай жазады екен? Есепсіз сауап жазады. Сонда оразаны Алла Тағала өте жақсы көреді. Неге? Өйткені харам нәрсе бұлай тұрсын. Мына нәрсені білейік. Харам нәрселер бұлай тұрсын бұлайда. Ол сізді адал нәрседен тоқтатып отыр ғой. Адал тамағыңнан, адал суыңнан, адал жұбайыңнан. Сонда нені көрсеткісіге батыр бізге Алла Тағала? Көрсетші, мен сен үшін күллі нәрседен сүйікті екенімді дейді. Осындай мағынада пайғамбарымыздың мынандай дұғасы болған. Я Алла, мен сенен өзіңді сүюді сұраймын. Я Алла, саған қарай жақындататын амалдарды сүйгізіп қоюыңды сұраймын. Я Алла Тағала, жақсы көретін адамдарыңды сүюіңді сұраймын. Сондай-ақ сен мен үшін қатты шөлдеген кезімде суық судан да сүйіктірек болшы дейді. Көрдіңіз ба? Олай болса адал тамағыңыздан тоқтауыңыз, адал жарыңыздан деген. Раббым, сен үшін мен қоям ғой бәрін, қой десең. Атал айтады, өмір бақи кере жоқ, тек осайда. Сөйтіп осайда иншалла осы оразаны осындай күндіз осылай өтіп атқан кезде мына оразаға қызыққан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге былай дейді. Мұнаның күндізі енді әдемі болып жатыр. Мұнаның түнінде бірден істемесек болмайды енді. Сондықтан бұның түнінде намаз оқимыз деп, Құдай қаласа тараух намаз деген нәрсе бар. Оған бір ай бойы Құран оқылады, әр күнінде бір парадан оқылады дегендей. Ән жерде тік тұрып Алланың алдында өзіңнің жәннатты қатты қалайтындығыңды, бағанағы тозақтан азат етілуді қалайтындығың, Алланың қасындағы есепсіз сауаптарды қалайтындығымыздың барлығы осы нәрселер арқылы көрсетіледі, құрметті жамағат.